Қайырлы күн, достар. Қалайсыздар? Көңіл күйіңіз қалай? Денсаулығыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен сұрақ қоюды және жауап айтуды үйренеміз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жағдайыңыз қалай? Қалай сұрағының қолданысы. Как ваши дела? Применение вопроса қалай. Как? Самые популярные вопросы в казахском языке это қалай. Как? Например, денсаулығың қалай? Как твое здоровье? Қалай жетіп келдің? Как добрался? Қал қалай? Как дела? Қалың қалай? Как твои дела? Жағдайың қалай? Как твои дела? Твое положение. Қалыңыз қалай? Как ваши дела? Халдеріңіз қалай? Как ваши дела? Қал жағдайыңыз қалай? Как вы поживаете? Саулықтарыңыз қалай? Как ваше здоровье? Үй ішіңіз қалай? Как ваши домашние? Көңіл күйіңіз қалай? Как ваше настроение? Жұмыс қалай? Как работа? Как вы заметили, в уважительной форме к этим словам прибавляются окончания «ңыз», «ңыз», «ыңыз», «ыңыз». А если мы обращаемся на «ты», то слово оканчивается на сонорную «ың». Слова, которые обозначают настроение, состояние человека в казахском языке, звучат так. Жаман емес, неплохо, тамаша, прекрасно, керемет, превосходно, аман-есен, живы-здоровы, көтеріңкі, приподнятые, өте жақсы, рахмет, очень хорошо, спасибо, ойдағыдай, благополучно, құдайға шүкір, жақсы, слава богу, все хорошо. Достар, адамның көңіл күйін білдіретін сөздермен де таныс болыңыздар. Жайлап, потихоньку, мәз емес, неважно, без восторга, бір қалыпты, нормально, ақырындап, потихоньку, өзгеріссіз, без изменений, бұрынғыша, по-прежнему. Артық болмас білгенің. Денсаулығыңыз қалай? Как ваше здоровье? Қал жағдайыңыз қалай? Как поживаете? Рахмет, жақсы. Спасибо, хорошо. Көңіл күйіңіз қалай? Как вы себя чувствуете? Құдайға шүкір, слава богу. Тамаша, отлично. Өз жағдайыңыз қалай? А как у вас дела? Рахмет, бәрі ойдағыдай. Спасибо, все в порядке. Үй ішіңіз қалай? Все ли благополучно в доме? Үй іші аман-есен. Дома все живы, здоровы. Бала-шағаңыз қалай? Здоровы ли ваши дети? Рахмет, аман-есен. Спасибо, живы, здоровы. Считается, что без основных навыков этикета не может быть культуры, поведения человека. Поэтому умение владеть этикетом имеет первостепенное значение, и осваивать его нужно в живом, непрерывном общении, совершаемом вокруг нас и с нашим участием. Бүгінгі сабағымыз осымен тамам. Көңіл күйлеріңіз әрқашан көтеріңкі болсын. Келесі көріскенше аман болыңыздар.